Менің қазір есебім мерген есебі. Айттым, мерген санға 10-ны тигізген екен, және 9 қойыпты. Оның төртеуін 9-ға, 8-ге және 7-ге тигізді. Ол 9-ға нешеуін, 8-ге нешеуін, 7-ге нешеуін тигізді. Аң таппаған атынан көреді. Ата алмаған мылтығынан көреді. Бұл есептің шағы жолбай. 90 ұпай жинаған, 10-ны тигізген және төртеуін 9-ға тигізді. Бұл дегеніміз 10-нан 4 көбейту 90. 10 мен 9-ға 1, 9. Және бізде 36 шақ. Міне, демек ол 9-ға 4-ін тигізу арқылы 36 ұпай алған. Енді біз осы 36-ны, яғни осы 90-нан аламыз 36-ны. Шыққан мән 54. Енді бұл жерде кішкене адам ойлану керек. Есе 4-ін 10-ға тигізсе, 4-ін кетті, бізде алдақ ұпай қалды, алдақ жебе қалды. Ол алдақ жебені қалай қолданады? Бірінші ол 8-ге енді 5-ті тигізген. 8-ге тигізгенде кетті бізде 5-ті және қалды 40. Шыққан мән 14. Енді соңғысы қалды 14-ті 7-ге бөлеміз. 2, яғни бізде есептің мәні шықты. Енді